сендер естімедіңдер ма? Кәріс жаңа мектепке көшіп кетті. Сонда оқитын болды. Ал бізде обед, короче. И обедте бізде қараңдар. Осындай теңіздің ортасында салынған морские цыгане деп аталады екен халқы. Цыгандар ғой. Кәдімгі суға үйлер салған өздері ше. Там остров деп өздері. Асханалары бар, қайықтары, мешіті бар, бірақ полиция жоқ екен. Қалған бәрі бар. Қайық қой. Ананас кетіп қалды бауыр. Ай досым, қай yapılıyor кетті? Қорқама. Жаңағы островтан кеттік общем. Өте күшті демалыс болған. Жақтағы үйлердің барлығы судың үстінде салынған. Таиландта кәдімгі мұхиттың үстіне салынған. Өздерінің мешіттері бар, мектептері бар, футбольный полясы бар. Үстінде тұрады да бір жаман ше. Ойласай, прикинь. Кезекті бір остров фейл. Бар сақпаған. Ондайда түрі бар ма? How much? Фото. Photo how much? 100 бар. 100? Oh my god, 100? Так, бітіне издевать етіп тұрса фото. Жоқ, нормально ғой? 50. Go. No, 100. В общем, мынандаймен фото түсесіңдер ма деп жатыр. 100 фото, е? Many photo. Like that. No. Елу қанша? 50, go. Су көтеріп кеткен ғой. 100 бар. 50. Please. Казахстан. 100. Together 100. Ойбай. Не болып жатыр көңгі? Ойбай. Міндетжан бауырымыз. Ой, бұл хамелеондармен двигаться етіп жатыр хамелеон. Iguana. Go. Two. Давай, 3 go. 3 go. 3, bro. Yeah, nice, good. 150. No, 100, bro. 100, bro. Давай, кән. Ай, дос бала қалай, жақсы ма? Жақсы. Нәқа қарап түсікті пляжға. Қалдар, ұнап жатыр ма? Ұнап жатыр. Ойбой, дос бала. Дос балада уақыт жоқ. Кәні? Ал, бүгін, короче, пляждарына келдік. Көңілге керемет болып тұр. Ойбай. Обедте адам көп болады екен. Адам көп екен. Бұл Ката Бич деген пляж. Қазір енді осында болып, балық жейміз, балықтан кейін. Бұйыртса, дальше Коронға барамыз. Қараңыздаршы. Мұнда, короче, черепашкаларды кішкентай кезінен судан алып алады екен да, тұқымын. Сөйтіп осы жерде өсіріп 9 ай 12 айдан кейін қайтадан дикий жаңағы мореге қайта жібереді екен өл қалмас үшін. Қазір енді біз черепашкаларды көруге бара жатырмыз. Біздің автобус. Бұл теңіз тасбақалары, кішкентайлары осындай, көлемі алақаннан да кішкентай. Тастары әлі қатып үлгермеген толық. Әдемі. Арнайы өзінің жасына байланысты әртүрлі бассейндерде сақталады. Кішкентай кезінде тас бола ма екен? Кішкентай кезінен бастап тасы болады. Жұмыртқадан жарылып шығады бұлар. Жұмсақ па дәл қазір? Иә, тасының астыңғы жағы, үстіңгі жақтары енді қатайып келе жатыр. Осы жерде жұмыс істегеніңізге қанша жыл болды сізге? 28 жыл болды осы тасбақа саласын, тас пен бақаны зерттеп келе жатқаныма. Өтір ғой, морской черепаханың, короче. Ой, бойынан қырсың. Үстіне отырсаң жүздірет дейді ғой. Сағат 5 Қытайға жолға шықтық. Бірінші Алматы, Қарғостан ары қарай тағы бір қалаларға солай кете береміз. Жол бойы барлық қызықтарды салып отыратын болған. Қазір Қытайға дәл осы жерден автобусқа мініп, границаның барлығынан өтетін боламыз. Негізі прямой Алматыдан да ұшып кетуге болады, бірақ осылай да келгісі келетіндер бар, келіп жүргендер бар. Сол себепті соларға бағасын көрсетіп қойайын дедік. Автобустың бағасы міне 5000 теңге. 5000 теңгемен қазір Қытайдың
ішіне дейін, яғни ішкі Қытайға дейін жетіп алатын боламыз. Қытайдың ақшасы басталып кетті. Мынау 1 юань ба? О, 100 юань. Осындай ақшалар басқаша. Бір қытайша сөз айтып беріңізші. Жоқ, біз Қытайға баратық дегенде Қытайша айтады. 去中国。啊？我们在去中国。 Достар, біз шекараға келдік, короче, қазір Қазақстаннан Қытайдың шекарасына Қытайға өтеді екенбіз. Короче, шекарадан өте салып, айран ішіп жатырмыз. Қай жақтың айраны бұл? Осы Қорғастікі. Қорғастың айраны екен. Қорғастың сиырларының айраны. Қыш қойым. Айтпақшы, сим-карта алып отырық, чтобы ертең алдағы уақытта жүрген кезде интернеттен қиналмайтындай ше. Бір-біріміз таппай қалсақ деген. Дан өтіп, дәл қазір Қарғосқа келдік. Бұл жақта қазір бір плотно тамақ ішіп алып, дальше машинаға қызығатын роднойлар болса, машинаға көрші деп жазғандар бар екен кеше. Қазір как раз осы жақта бір машинаның нелеріне соғып, бағаларын көріп деген сияқты бір соғып өтеміз, короче, бүгін. Сол, көрмей қарап отырыңыздар, Қытайда қандай машиналар бар, бағалары неше, енді бар білгенше информациялармен бөлісетін болады. Мына жақта жігіттер бар, солардан сұрап жүріп әйтеуір. Ой, қызық болайын деп тұр. Саламатсыз ба? Ой, қазақ. Короче, келдік. Ой, бір сұмдық машинамен күтіп алып отыр. Сұмдық машинамен машина көрсетуге апарамыз дейді, көріп қайтайық енді. Ой, бізде андай жатып алып, ананың бағасын көріп жүрсіз, мынаның бағасын көріп жүрсіз дейтіндерге рахат болды. Ой, бай, мындай ұзын неден ба? Йо, міне. Осы жерге отырып алғы, короче. Сондай бір новыйдан шығып атқан машиналар екен. 4 жігіт болып, ой, арылайын деп тұрды. Так, бізде бүгін водителька. Атыңыз кім? Еркебұлан. Еркебұлан? Иә. Бүгін бізді Еркебұлан қарындасымыз алып баратын болады. Қалайсыздар? Қош келдіңіздер Қытайға. Қош келдіңіздер. Аз көрсетейік. Сіздерді Еркебұлан күтіп тұр машинамен дегенге сөйтіп бар қазақ. Еркебұлан деген қыз екен ғой, прикиньте. Сөйтсек, атам қойған дейді, кезінде атын Еркебұлан дейтін қарындасымыз. Еще машина дей береді. Осы видеоны Еркебұландарға жіберіңіздер. Біліп жүрсін, олар көп. Түскі асқа бір жерге тамақтануға келдік. Мынандай нейчи дейтін нәрсе бар екен да. Газдалған сүт дейді. Қачығыз дәмін көретін olur. Сүтке андай май қосады ғой онда. Ыстық сүтке май қосып, кішкене қант қосып, соның дәмі ғой. Достар, дәл қазір біз Қарғос қаласындағы Орта Азияға соңғы шығып атқан электрокарларды және де бензинмен жүретін Қытайдағы автокөліктерді тасымалдайтын үлкен компаниялардың біріне келдік. Мына жерде 20-дан астам көліктің түрлері бар. Қазір соңғы шығып атқан, хит болып атқан көліктердің бір-екеуіне обзор жасап көрсететін болам. Комментарийге жазып кетіңіздер, қандай көліктерді көрсетейін, бағаларын айтайын деген сияқты. Комментарийге және дайректке жазып кетсеңіздер болады. Мен көрсетем, болмаса опрос қалдырып кетейін. Ар жақта өте көп. Әшейін бір компанияның өзінде ойбай, мыңдаған машиналар тұр. 我来了， Қалайсыңдар, үйдегілер қалай? 曾获得大中电影节或 Sonada 韩流人气奖 New Style Icon болды, ойбай, нағашыларын айтып қуып кетті ары қарай. 新人奖等荣誉。 Жақсы екен жағдайлар. 2017年2月 Болды, қандай. Қайланту болды, айналайын жетеді. Массаж туралы сұрап едім ғой, не болды сенше? Болды мәке шығайын. Жоқ, енді мынау бір емес, екі емес. Өзім сөйлесем мәке. Қайлантуңа айт, айналайын, қойсын ондайын. Қайланту. 来了， Ләлә емес, айналайын, қой. Бұл мінезі. Иә. Мына қыз Қытайдың істемейтіні жоқ қой, аспанға жүрек қойып қойған бұлтпенше қоудыртып. Қараңыздаршы, кәдімгі жүрек тұрып бұлай қазір садағымен оғын әкеп жасап қоятын сияқты. Бұлттарының өзі креативный ма бір нәрсе ғой бұл жақтың. Бүгін не болды, от алдырып видео түсіріп жатырық қой. Короче, Қытайда датаво машина арзан. Мысалға, мына Volkswagen'ның бағасы теңгеге шаққанда 200 мың теңге дейді. Прикиньте. Датаво машина өндірісі қатты дамып кеткен. Мен таңғалып жүрмін бағаларын естіп. Бәрін көріп жүрмін, короче. Не бар, өзіме қызық болып жатқан нәрселер. Таңғалып қалып жатқан жерлерім бар. Аузым ашылып жатыр. Мына машина, потолок бағасын, несін, еш нәрсесін білмеймін, бірақ мынаны қарасаңыздаршы, мынаның көтенің қарасаңыздар, көтенің, ё-майы, электрокар дейді, ішінде, кәдімгі бір компьютерді апарып қоя сапты ғой, банк еткізіп. Іші салоны барлығы әдемі, алды, арты, кәдімгідей өте әдемі жасалған екен.
город Альфард айдайтындарға бір керемет машина көрсетіп өтейін. Енді Альфард айдайтындарды сұрап жатыр екен. Типа сондай сияқты машиналар бар ма деп. Бар екен мына жақта. Мынаған қарасаңыздар, салондары деревянный. Механика екен, міне. Бағасы $14,000 дейді. Теңгемен бір 6,300,000 осы жақтағы бағасы. Салоным барлығы мынандай капитанский. Арты осындай эмблемасында арыстан тұрады екен. Жақсы, объемы 1/5, экономичный, өте кайф. Енді бүйтіп ішіне кіріп кетіп обзор жасап жатқан жоқпын, байқап жатқан шығарсыздар. Примерно қызық болады ау, сіздерге ұнайды ау дейтін нәрселерді, дүниелерді түсіріп жатырмын. Осы тұрысы сыртқы видео осындай. Қазақстанға алдыртып алуға ең қатты ұнаған машиналардың бірі осы. Осыған обзор жасағым келіп тұр. Қазір сыртын барлығын көрсететін болам. Объемы 1/5 турбо, капотында бір 400 жылқы, 200 сиыр, 150 бұзаудың күші бар. Ең қатты ұнағаны панорамасы. Полный панорама, түнде ашып тастап, ашық аспан айлы түн бетінен сүйдің қарылтында қойып жүре береді машина тұр. В общем, салоны қудыртылған. Ең патологын айтайын, бағасы теңгемен 5,860,000 ба 840,000. Прикиньте, ойлаңыздаршы. Багажы кең, көрсетейін. Ой, бой. Кәдімгідей ішінде 4 адам болып жата беретіндей. Астында мынандай ключ-мүліштері и запаска баллонымен. Машинаға обзор жасауға қатты бір жоқпын, бірақ мына 80-ге жасау керек бопты. Алды енді дизайны Элантраның соңғы шыққандарына кішкене ұқсап кеткен, бірақ мынандай бампер дейтін қудыртқан екен. Салонын көрсе, артқы салоны дәл осындай қып-қызыл. Маған ең қатты ұнағаны мына двойной панорамасы. Люксқа жатады екен. Объемы 2,05 деп тұр. 2 ғой яғни. Так, багажы осындай. Нау 70-кіне қарағанда кеңдеу екен багажы. Астында бүкіл дүниясы бар. Оның астында запаска явно бар. Toyota Camry 80 бағасы $29,000, теңгеге шаққанда 13,150,000 теңге болып тұр. Дәл қазір Қытайдағы бағасы. Өтірік қытайларға машинаны тартсын көрейік деп бәрін пробегін айналдырып тастағансың. Деп еу. Кайф, новый машиналарды сатып алатын егелерінен бұрын айдап жүрсің. Короче, есіріп еще. Бірден тақап басып, қотырларымен ғыр өтіп жүріп, бет алды айдап. Енді бұлар көрсетуге арналған машиналар ғой. Негізі сатып алатын болсаңыздар, салоннан күленкісімен таптазап шығарып береді. Elantra N-Line, маған бұның сыртқы дизайны өте қатты ұнайды. Аңғарсаңыздар, дисклерінің өзі N-Line и как будто тюнинг жасаған сияқтысын, бірақ спойлерлері, нелерінің барлығы заводской осындай әдемі жасалған. Арты осындай енді путені өте әдемі. Объемы 2 турбо N-Line дейтін енді Elantrалардың ішіндегі ең патологы. Ішінің дизайны осындай өте күшті жасалған. Бағасын айтайын сіздерге, $16,500, теңгеге шаққанда 7,5 миллион теңге тұрады. Осы Қытайдағы бағасы. Іші кең, бір нандай люкі бар, өте күшті жасалған. Мен ойбай, машина кетіп баратыр өзі. Көрдіңіздер ме? Рұқсат сұрамайды да бұл машина. Осы машина артқы салонын көрсетейін. Осындай кең, қожа барлық жері. Өзіме ең қатты ұнаған машиналардың бірі осы. Жалпы сіздер сұрап атқандарда осы бағасын айттым, ішін көрсеттім. Құрметті достар, бізде келесі машина Ли 7. Есігін ашсаң, мына астынан мынандай несі шығады, аяқ қоятын жері. Аяғыңды қоясын. Ішінде 2 телевизоры, мынаң іші деген спорт зал болып жатыр. 2-ге бөлім футбол ойнай беруге болады. Есігін жапсаң, давай. Ең қатты ұнағаны багажы. Ашылшы. Багажының ерекшелігін айтайын, мынандай жерінде мынандай кнопкасы бар. Алдыңғы сиденьяларды мынаны да қозғалта аласың. Короче, бір кнопкамен. Мына кнопка бар, көрсетші бауырым. Көрдіңіздер ме? Төмен түсіп жатыр. Қаланың ішінде дәл осылай төмен түсіріп қойып айдай бересіздер. Бір тау тасқа шыққан кезде осылай жаймен көтеріп қойып айдап. Тексеріп көрейін деп жатыр. Бұл емен тағы болайық. Обязательно бұл электрокарлар бірден төп жұлып көте салуы мүмкін да. Ал бисмилля. Түсіріп отқан менің өзім. Кішкене адреналин бөлінеді на машинадан ше. Бағасы неше деп ойлайсыздар? Бірінші болып тапқан адамға 5,000 теңге от души мен атынан сыйлық. Бірінші болып тапқан адамға. Кеттім мен.
деп қойсаң. Құрметті достар, мен Қытайға машина Қытай датауы таңғалдырудан жалықпайды. Дала дейтін Шанхай түс болып тұр ғой. Негізі. Бірақ кешкі сағат 8-ден 5 кетіп жатыр. Прикиньте. Уақытпен де бір түрлі андай бір ше. Алдыға кетіп қалған ба сағаттарына дейін. Дала дейтін әйтпесе Шанхай түс, бір шай ішіп аламыз ба деп бір ұйықтап алатын уақыт болып тұр да негізі Қазақстанда. Бірақ кешкі сағат 8. Бұларда күн сағат 11-лерде, 11-ден аса 12-ке тақап батады екен. Сондай бір ерекшеліктері бар екен. Әйтпесе қазір Харгоста жүрміз, ненің уақытымен бірдей ғой Қазақстан уақытымен. Осындай бір уақытпен ерекшеліктері бар енді. Хоп, гостиницаға келдік, аман есен, таңертеңнен бері машина айдап жүре беріппіз ғой. Қазір кішкене демалып, реттеліп, тамақ заказ беріп қойдық, тамақ ішіп алатын боламыз. Жаңағы WhatsApp ссылкаға, если что. Короче, біз отельде жатып, тамақ заказ берсек, мынандай робот әкеліп тұр ғой тамақты. Вкусняки. Бәсе бізге қайта-қайта звондап жатыр да, кім десек, осы ро. Осы дегенбіз. Типа алдық деген сөз ба? Working дейді. Working ема. Қақа кеттің, әй? Прикинь? Дамып кеттің олар. Өзі кетіп тұрады.